сегодня у нас особенный день. Мы сегодня на базе нашей школы проходит межмуниципальный семинар, посвященный 110-летию основоположника ногайской литературы, прозаика, поэта и драматурга, публициста и критика, члена Союза писателей СССР, ветерана Великой Отечественной войны Фазиля Апасовича Абдулжалилова. Yazılık gelmesi torğa yırламайды. Сүйім болмаса, yazушы yazуын yazбайды. Ятлаулар дүнияға енмейділер. Сол көреді, бүгінгі біздің айтылаяқ yazушымыз жүрегі сондай да толқынды болған. Сүйімге өзінің еріне, еліне, халқына, өзінің қап тауларына. Әр күн сайын ол ертең отырған заманда биік таулардың ярастығына қарап, қобан су яғасына келіп шорылдауын тыңлап, сөйтіп жүрегін толқынластырып яшаған. Енді сол сүйімі оға яшауда қайда қиындық болса да, нешақым сынаулар түссе де, оға күш берген яшамаға. Кавказ тауларына сүйімін ол салған Кавказдың деген ятлауына бүгін бізге біздің өмірлік қызымыз Азиза Оқпестер. Kafkazım sen, Kafkazım, doğan ösken yerimsin. Issız seni göremin, tağın, tösün, tegisin. Oyun, kırın, doğayın, gögümlükler ağaçın. Su şokrak güllerin, sularının yağasın. Büyük senin tağların, saudıraydı bağların. Yerin yendet, suun bal, keşin taza, tangın al. Soğuk taza kümüstey, tağ şokrak suların. Oy tömene kırşılıp, şavadılar yolların. Толқын асқан деңгіздей, қырларында асылық бар. Көп халқының ерінде қаптаймаяқ ясық бар. Аллы өгер бай өлен, елға адыр бойларын. Қара қалың ағашын, қара қошқыл көк түсі. Көгін сенің көксісі, ауан иіс қоқысы. Elimizden sen, Kafkaz, maqtaулы bir betisin. Құбыла яқта халқынды сақлап тұрған шетісін. Kafkazım sen, Kafkazım, senin алал баланман. Яу кафыфлық ете қалса, бас сырада боларман. Яша, Kafkaz, көп яша. Yaşap süyün gözlerdi. Seni sılap yıllarman. Yürekten alıp sözlerdi. Yüreğimde ottu yağıp, men tüstün yaşauında saylap alған yoluma, yaxşılıqa murat etip men күрестім. Kalem aldın, sağıt etip koluma. Yıllar tamam, sudu yağıp keteydi. Kıra uşaldı basınдағы şaşımdı. Kulğuma art qaramay, bet berip, sanamazmın, barmaq бұғып ясымды. Men білмеймін, пайда халқа бердің ме? Tek білемін, істе болдың мен алау. Madaniyat revolюциясы балалар, адамдардың рухын көтермeye амал береді. Яңы кітаплар шығып басылайды, учебниклар. Ем соларды әзірлеу үшін bizim yaraqlandıruşumuz Abdülhamid Şaşenli Ulu Canibekov, Musa Kurmanali, Fazil Abduljalilov bәрі күшлерін салып, өзлерінің шығармаларын, орыс yazушыларды ноғай тілге көшіріп, учебниктер түзіп басылайды. Өкінішке сол жылдар, сол заманда бұрынғы ноғай шайдаларын учебниклерге кіргізбеге ярамаған. Сол көреде учебниктерді bizatlarмен толтыру үшін олар орыс yazушыларды көшірмeye керек болады. Ярлыман бай заманда яшаған жігіт Асантай. Ыстаны ескі, көйлегі, өзі де бек арықай. Yok aslары ашамаға, ақша игі яшамаға. Байдың бұйрығын еткен, көп қиындықлар өткен. Оны
Бүрдік елкесін үзген. Ama Асантай шыдаған, яңғы киімді ойлаған. Еркін бүгін яшауымыз, түрлі асылар ашауымыз. Сон мұндай игі яшауға, біз Асантайды ойлайық, мұндай игі яшауға үлкен сау бол айтайық. Асантай неге сол күні бүйтіп яғына шайқалып басылады. Мамызды көрген болар, білерді? Қайда көрген бола балам. Сонма самлы біздің еркеніп басылады. Бір жағынан қарасақ, қайдағы шыққанда білмей қалды Қатай. Ол самолетқа бір немеске самолет келіп шықты да Қатай. Атларды тойдырып суғарғасын ма? Тойдырғаным. Өтірік айтпайсың ма? Иттен туған. Айтпаймын. Кеш мұнда. Толтырып сол. Айлы біз әрі заманда яшаймыз. Асантайдың заманы бек қиын болған. Ол сүйседі, сүймеседі, байларға киім үшін қулық етіп жүрген. Ама Асантай ынанады, игі яшау керегіне. Ол еңбекке айтады, егер мен күшлі адил болған болсам, бары байларды суда юдырар едім. Қырда пішіншалда қазан асқан, айран тасыған, атларды суарған. Асантайдың әйелі бек ярлы болып яшаған. Ол яңы киім яшауында көрмеген. Боранбай байдың қиындық көріп яшаған. Қиын яшаса да оның yanında iki adamlar бар. Ол Боранбайдың ялшысы Янибек, анасы Малек, досы Айтек. Олар Асантайды сүйеділер, аяйдылар. Асантай кішкей болса да құлықшы кеді. Ол ата-анасына көмек етеді. Қайдай құлықты да етіп болады. Егер мен Асантайдың yanında болған болсам, мен оға бір ару ертілмайтаған бақша алайық едім. Оның аяғына шөкірлер кірмесін деп. Тағы да қайшы. Егер мен Асантайдың yanında yaşagan болсам, kadı болып, Боранбайды tutuna kamsalar еді. Зіл Аббасұлы Абдулжалилов бізге көп ятлаулар, хабарлар yazып қалдырған. Неше жиынтық yazып қалдырған Фазил Аббасович Абдулжалилов? Кім айтар? Айтшыңыз. 26 шығарға yazып қалдырғанды. Ең басында ол yazған балаларға пішке ятлаулар, соңында кеткен үлкен произведениялар, повестер, поэмалар. Ondan da көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Yazılamız, қараймыз.